Баршаңызға сәлем достар. Чипси немесе попкорн қайсысының зиян екенін білесіздер ме? Ал кеттік бастаймыз. Попкорн және чипси қазір танымал тағамдардың бірі болып есептелінеді. Әсіресе балалар жиі жейтін. Өздеріңіз білесіздер, попкорн мен чипси жылдам тамақтануға жатады. Достар, чипси мен попкорнның қайсы зиян екенін білместен бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Айырмашылығы мен дайындау ерекшелігі. Попкорн жүгерінің арнайы сұрыптарынан дайындалады. Дәндер белгілі бір температурада қызған соң жарылады. Негізінен дайын попкорнға тұз, қант және дәм беру үшін өзге де қоспалар салынады. Жүгері дәні құрылымы мен құрамы ерекше. Ол ішінде тамшы суы бар крахмалдан тұрады. Қызған кезде су буға айналып, қысым көбейгеннен де жарылып үлкейеді. Сондықтан да оны көбінесе ыстық майда арнайы ыдыстарда немесе қазанға салып дайындайды. Ал чипси негізінен картоптан дайындалады. Кейбір өндірушілер өзге де өнімдерден жасап көруде. Сондай-ақ қазір чипси дайындауда бидай мен немесе жүгері ұнын пайдаланады. Ыстық майға қуырады. Чипси ағзаға тигізер зияны. Чипси ағзаға үшін зиянды саналады. Оны көп мөлшерде жеуге болмайды. Әсіресе картоптан немесе синтетикалық қоспалардан дайындалған оның зияны ерекше. Шектеуден тыс тұтыну күніне бір қалтаның өзі көп болып саналады. Төмендегідей жағдайға алып келуі мүмкін. 1. Асқазан ауруы. Ең алдымен асқазанда қыжыл пайда болады. Ары қарай гастритке ұласады. 2. Жоғары калорияның әсерінен салмақтың артуы орын алады. 3. Зат алмасудың бұзылуы. Бұл чипси құрамындағы тұздың көптігінен орын алады. 4. Сүйектердің әлсізденуі және жүрек қан тамырларының аурулары. Бұл чипси құрамында натрий хлоридінің көп болуынан орын алады. 5. Иммунды жүйенің әлсіреуі. 6. Иммунды жүйенің әлсіреуі. 7. Бауыр мен бүйрек жұмысының бұзылуы. 8. Ер азаматтарда жыныстық міндеттер төмендеуі. 9. Әйелдерде сүт безі ісігінің дамуы. 10. Қандай жаман холестериннің жоғалуы. 11. Көздің көруін нашарлатады. 12. Құрсақтағы балаға кері әсер етеді. Попкорнның зияны туралы естіп пе едіңіздер? Попкорн қауіпсіз азықтардың бірінен жатады. Алайда оның да ағзаға тигізер зияны жақтары бар екен. 1. Егер попкорн тұзды болса, онда оның зияны чипсімен бірдей деңгейде. 2. Тіс эмалды қабатын бұзады. Сондай-ақ қызыл иектің бүлінуіне алып келеді. 3. Тәтті попкорнды жиі жеу артық салмақ қостыруға әкеледі. 4. Майға қуырылған попкорн ісіктің түзілуіне алып келуі мүмкін. Ал пешке салып майсыз дайындалған жүгері зиянсыз. Қант диабеті мен бауыр ауруын өршітеді. Аурудың өршуі көміртегі мен май, қанттың көптігінен және түрлі дәм қоспалардың болуынан орын алады. Үзбей жеген жағдайда асқазан ауруына ұшыратады. Әсіресе балалар үшін қауіпті. Достар, қайсысының зияны басымырақ? Зерттеуге қарағанда чипси попкорннан әлдеқайда қауіпті. Әсіресе нағыз картоптан жасалғандары. Мұндай чипси ең алдымен асқазан, ішек жұмысын бұзады
және ісіктің пайда болуына әсер етеді. Попкорнның зияны аздау болғанымен, майға қуырылған оның да денсаулықтағы кері әсері тигізуі мүмкін. Барлық талаптары қатаң сақтаса, екі өнімді де шектен тыс пайдалану ағза үшін зиянды болып тұр. Достар, сіздерге чипси мен попкорн жайлы айттым. Менің берген пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды.